Тектілігін тереңге батырған арлы қазақ армысың. Қазақтың біртуар перзенті Мұхтар Мағауиннің мына бір ойы өзекке шоқ салды. Қазақта жау бар, қуатты қатерлі жау. Күн озған сайын күш алып, тамырын тереңге жайып барады. Ақыры түпке жетсе, сол ғана жетеді. Ол қандай жау? Кім? Кім емес, не? Бүгінгі қазақтың жалғыз-ақ жауы бар. Ол ұлттық сананың кемдігі. Өзін-өзі қорқыту, өзін-өзі кемсіту, өзіне тиесілі сыбағаға ұмтылмау. Былайша айтқанда, ұлтсыздық. Бағзы заманда жаужүрек сақтар ұзақ жорыққа аттанып, ауыл аймақта құлдар ғана қалыпты. Араға жылдар салып, жорықтан оралса, ауылда қалған құлдар өздеріне қарсы шығып, өз алдарына билік құрып алған көрінеді. Сақ жауынгерлері құлдарымен соғыспақ болғанда бір данышпан оларды тоқтатыпты. Бұларды қылышпен қорқыта алмаймыз. Ең оңай жолы мынау деп қамшысын көрсетіпті. Сөйтіп сақ жауынгерлері қамшыларын үйіргенде ысқырған дауыс шығыпты. Қамшының ысқырған дауысын естіген құлдар бойларын үрей билеп, бастарын иіп, тізе бүккен екен. Құлдық сана деген осы. Құл қамшыдан қорқты. Бұл аңыздың астарында үлкен мән жатыр. Жоғарыда Мұхтар Мағауин ағамыздың ұлтсыздық туралы жазбасында да терең қасірет жатқан жоқ па? Бұл күнде қазақ байшылық, ауылбай, тағысын біреудің әрекетін келе кетсек болды, қазақты жаман қылып көрсетуге әуес тұрамыз. Үлкен экранда да сайқымазақтар қазақ байшылық деп маймыл боп жұртты күлдіреді. Онысын өздері үлкен жеңіске балайды. Ұлттық киімді намыс көріп, қазақтың асыл дәстүрін мұражай деп қана қабылдаймыз. Шешен сөйлеген біреу көрсек, әртіс немесе спектакль деп келеке қыламыз. Құдай тағала бойымызға дартқан ешбір ұлтта жоқ дарын талантымыздан намыстанып, әй қойш, қазақ байшылық деп қолды бір сілтейміз. Өзінен жеріген ұлтқа Құдай қалай оң көзімен қарасын. Бұл тақырып осымен бітпейді. Айтатын сөз де көп. Зығырданыңды қайната тұстары да көп. Мың жерден білімді бол, мың елдің тілін біл. Бірақ Құдайдың жазған тағдырынан жерсең, сен шаң тозан ғанасың. Сен ешкім емессің. Сен қазақ боп тудың, қазақ боп өлесің. Ұлтыңды келеке етсең, Құдай сенің тағдырыңды мазаққа бұйырады.